Ассалаумағалейкум, мен құрметті көрермендерім. Баршаңызға қайырлы күн. Видео басталмастан бұрын арнаға лайк басып жазылып кетсеңіздер болады. Комментарий жазып кетсеңіздер өте керемет болады. Бүгінгі видео қалай тауық бағып нөлден қалай табысқа шығуға болады. Бүгін сіздерге сол туралы айтатын боламын. Бұл тауық бағу шаруашылығын мектеп оқушысынан бастап пенсионерге дейін айналысуға болады. Енді мысалы қазір тауық бағып ақша табамын дейтін адамдар мысалы мектеп оқушысынан 20 жас 25 жас аралықтарында енді үйленгенше тауықтан ақша табуға болады. Уже үйленгеннен кейін сізге тауықтан ақша табуға тауықтан болады. Енді бірақ та сізге бақытты жұмыстар болмас болса немесе басқа да кәсіп түрлерін ашқан дұрыс. Бір тауықпен тоқталып қалуға болмайды. Сол себептен мен бүгін сіздерге осы видеоны мектеп оқушыларына арнаймын. 20 жасқа дейінгі или болмаса 14-15 жасқа дейінгі балалар тауық бағып ақша табуға болады. Ол қалай десеңіздер, мысалы сіздің үйіңізде 10 тауық болады да, 10 тауық бар деп есептейсіз, 10 тауығыңыз күніне 7-8 жұмыртқа береді. 10 күнде ол тауық мысалы 7 жұмыртқа бергенде 70 жұмыртқа болады. 70 жұмыртқаны сіздер дейтін 10 күнде 70 жұмыртқа сатып отырсаңыз, 10 күнде бір айда мысалы сіз қазір мен сіздерге есептеп берейін. Примерно қалай болатын. Мысалы қазір жұмыртқа бағасы мысалы 10 күнді көбейтесіз 70-ке. Көбейтесіз 7-ге. Күніне 7 жұмыртқа берсе сіздерге 70 жұмыртқа болады. 70-ті көбейтесіз, қазір жұмыртқа 50 теңгеден. 10 күнде сізде 3500 теңге ақша болады. Мына сізде мектеп оқушылар 10 күнде енді 3500 теңге мысалы сізге кім береді? Сабаққа барасыз, келесіз, сабаққа барасыз, келесіз. Сізге ешкім 3500 теңге бермейді. 3500-ді қосасыз, міне 2 рет қосасыз өзі. Тағы да міне қосасыз. Мына 10 күндікі 3500, мына 10 күндікі, мына 10 күндікі. Сізде бір айда 10.500 теңге ақша түседі. 10 тауықта мұны тек қана. Мысалы сізге 10 тауық дейтін 10-ды көбейтесіз 9 жұмыртқа берсе 90. 10 күнде сізде 90 жұмыртқа болады. 90 жұмыртқаны сіз деген көбейтесіз 50-ге. Қазір жұмыртқа домашний тауықтың жұмыртқасы 50 теңге болып жатыр. 45-тен сатсаңыз да өкінбейсіз негізінде. 4500 теңге. Оған қосасыз 4500-ді. Кешіріңіздер. 4500 қосасын 4500. Міне, мынау 10 күндікі, мынау 10 күндікі, мынау 10 күндікі. Мына жерде татыңыз. Міне, 13500 теңгесіге ешкім бермейді. Мысалы, бұны бір айдың ішінде шығарып аласыз. Идеальный үшін бұл ақшаны аласыз, дейтін 5 тауық аласыз. Мысалы, 3500 теңгесі жеміңіз аласыз бір қапшық, 10.000 теңгеңізге тағы 5 тауық аласыз. Өз сізде 15 тауық болады. 15 тауықтан солай сіздер дейтін ай сайын ақша тауып отырасыздар. Бұл ақшаны енді бұл жақсы көрсеткіш деп ойлаймын мен мектеп оқушыларына ай сайын табатын ақшалары 10.000 мен мысалы енді 7.500 мен 10.000 аралығында бір айдың ішінде оған ешкім ақша бермейді тауықтан деген. Тауық баққаннан болсын идеальный үшін былай сабаққа барады, келеді, сабағын оқиды, барады, келеді, сабағын оқиды, оған ешкім ақша бермейді. Идеальный үшін тағы да бір түрі бар. Осылай YouTube канал ашасыз. Мысалы, міне осылай YouTube каналыңызды ашасыз. Мана 10 тауығыңызды видеоға түсіріп, күнінде видеоға түсіріп, осылай салып отырасыз. YouTube каналда сіз деген, мысалы, бір жағынан тауықтарыңыздың жұмыртқасын сатасыз. Екінші жағынан YouTube сізге қаралымға ақша береді. 1000 подписчик 4000 сағаттық просмотрды тез жинағыңыз келсе, осы екі видеоны қарасаңыз болады. Тез жинап алғыңыз келсе. Идеальный содан кейін сізге уже YouTube ақша береді. 1000 просмотрға $1 береді. 1000 просмотрға $1. Қалай 1000 просмотрды? Мысалы сізде 1000 просмотрға анандай реклама шығады. 1000 адам сіздің рекламаңызды қараса, бір рекламаға $1 береді. Бір видеомен тек қана 100
доллар табуға болады бір видеомен. Минимум $50 табуға болады, или болмаса $20 табуға болады. Сіз мысалы 10 видео, 5 видео саласыз, $20 сізде $100 болады. $100 сіз Каспий Голдыңызға аударып алуыңыз болады. Өзіңізде Каспий Голд болмаса, ата-анаңыздың Каспий Голдына аударып алуға болады. Жалпы негізінде тауық бағып кәсіп ашып, мынағыдай мектеп оқушылар тауықтан ақша табуға болады. Осы мен мысалы өз басым үй тауықтарын бақтым. Көбінесе көбіңіз білетін шығарсыз, менің каналымды көріп жүрген адамдар болса, менде чисто үй тауықтары болды. Мінекей. Менде мысалы қой алып саттым, ешкі де алып саттым. Менде бірталай видеоларым кетіп қалды, кетіп тастаған болатын мынаның ішіндегі видеоларымда. Менде көбінесе үй тауықтарым баяғыдан бері асырап кетті. Қоянды асырап көрдім. Қоянда біріншісінде мен плюске шықтым да, екінші асырағанымда уже минусқа кетіп қалдым. Сіздерге айтарым, қаз, үйрек, индоғотка, қоян дегендерге қарағанда тауықтан ақша табуларыңызға болады. Ол үшін сіздер кәрі тауық алып қоймаңыздар. Сіздерге өзі жас тауық алу керек болады. Кәрі тауық алсаңыздар, сіздер минусқа кіріп кетесіздер. Жас тауық алсаңыздар, сіздер әрқашанда плюске шығып отырасыздар. Жалғыз жұмыртқамен тоқталып қалудың қажеті жоқ. Тауық баққанда балапан сатсаңыздар, сізге мысалы мен дейтін өзім инкубатордан балапан шығарып саттым. Бір балапаны 400 теңгеден саттым. 500-400 аралығында сатасыздар. Тауықтың балапаны қазіргі таңда өте қымбат. Породный тауықтар ұстасаңыздар, вообще олардың жұмыртқаларының өзі 500 теңге. Солай жайлап бірте-бірте плюске шығасыздар. Видео ұнаса каналға жазылып, лайктарыңызды басып кетіңіздер. Тағы да қандай видео түсірейік, қандай сіздерге пайдамыз тигізейік, сол туралы комментарий жазып кетсеңіздер, біздер сол туралы сіздерге әрқашан видеоға түсіруге дайынбыз.